Сәлем достар, сіздермен Таным Ленд. Каналыма лайк басып, подписка жасап, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Міне, қаһарлы қыста өтіп, шуақ шашқан көктемнің ардақты да аяулы мерекесі келіп жетті. Анасы 8 наурызға арнап мерекелік дастархан жасап жүргенде, балауса анасына көмектесіп жүріп сұрақ қояды. Анашым, 8 наурыз мерекесі не үшін тойланады? Ол наурыз сияқты көктем мерекесі емес пе? Бұл сұраққа жауап тапқың келе ме? Ендеше жүре ғой. Анасы төрде тұрған ескі сандықты ашады. Ішінен ескі күміс сырға, жібек орамал, шолпы мен шашбау, құндыз бөрік сияқты тағы да басқа заттар шығады. Кенет бұл заттарға жан бітіп сөйлей бастайды. Сәлем балауса. 8 наурыз әйелдердің еңбегін, ерлігін еске алатын күн. Біз тек нәзік емеспіз, біз ақылды, қайсар, мейірімді жандармыз. Ерте кезде әйелдер өз құқықтары үшін күресті. 1908 жылы 8 наурызда Нью-Йорк қаласында жұмысшы әйелдер ереуілге шықты. Бұл күн әлемдегі әйелдердің батылдығы мен теңдігі үшін күрескенін еске түсіретін мейрамға айналды. Қазақ даласында да аналар мен әжелер отбасының тірегі, елдің ұйытқысы болған. Айтар болсақ, Томирис патшайым елін жаудан қорғаған. Бопай ханым қазақ мемлекеттігін сақтап қалған тұлға. Әлия мен Мәншүк отан үшін жанын қиған батыр қыздар. Шоқанның әжесі Айғаным, Абайдың әжесі Зере де ұлы адамдарды тәрбиелеген ұлы аналар. Бұл мейрам тек гүл сыйлау үшін емес, әйелдердің қоғамдағы орнына құрмет көрсету үшін пайда болған. Біздің ата-бабаларымыз қыз баланы төрге отырғызып, олардың әрбір бұйымына мән берген. Мен құндыз бөрікпін, тек сен үшін киілмеймін. Мен мәртебенің, даналықтың, дәстүрдің белгісімін. Мен ертеден бері қыздардың бас киім болып саналдым. Егер менің төбеме үкі тағылса, ол қыздың бойжеткендігін білдіреді. Ал оюлы өрнегім сенің тегің мен ұлттық рухыңның белгісі. Сен қандай әдемісің. Ертеде қазақ қыздарын төрге отырғызып ерекше қадірлеген. Қыз өссе, елдің көркі де бекер айтпаса керек. Қыз баласын сонымен қатар шеберлік пен сабырлыққа үйреткен. Сәлем қарағым. Мен құрақ көрпемін. Менің әрбір тігісімде ананың махаббаты, әрбір өрнегімде жақсылыққа деген тілек бар. Қазақ халқы құрақ құрғанда әртүрлі түстерді бекер таңдамайды. Қызыл қуаныштың, жасыл жастықтың, сары берекенің белгісі. Қыз ұзатылғанда, шаңырақ көтергенде ана өз перзентіне тілек білдіріп құрақ көрпе сыйлаған. Ол отбасы берекесінің белгісі. Кесте тігу де қазақ даласында кең тараған. Қараңдаршы, менің әрбір өрнегімнің мағынасы бар. Бұл оюлар тек әсемдік үшін емес, терең мағына береді. Мынау құс ирек өмір жолын білдіреді. Ал қошқар мүйіз молшылықтың белгісі. Анасы қызын ұзатқанда оған кестелеп тігілген жасауды береді. Ол қыздың барған жерінде бақытты болуын, жылы ұясының көрікті болуын тілегені. Қазақ әйелдері тек отбасын сақтаған жоқ. Олар қонақ күту, дастархан жаю, ұлттық дәстүрді сақтау жолында еңбек етті. Менің жүрегімде қайнаған сусын тек шөл қандыратын сусын емес. Ол денсаулықтың, күш-қуаттың, тектіліктің белгісі. Бабаларымыз қымызды ішіп, батыр болған, ұзақ өмір сүрген. Ал сен білесің бе, қымызда қанша дәрумен бар? Ой қарағым, қымыз табиғаттың өзінен келген ем. Ол адамның бойына күш береді, шаршағаныңды басады, қан айналымын жақсартады. Тіпті ауыр дерттерге де шипа. Қымыз қазақтың қазынасы. Мен қазақтың қонақжайлылығының белгісімін. Қазақ халқы үйіне қонақ келсе, ең алдымен шайға мені сынады. Себебі мен тек тамақ емеспін. Мен адамдардың бір-біріне деген құрметі мен ықыласының белгісімін. Мені жеп, қазақтың дәмін сезінесің. Маған өте қызықты. Мен күмістен жасалғанмын. Мен тек әсемдік үшін ғана емес, әр жүрістен сыңғырлап, айналамда әуенге бөлеймін. Менің дыбысыма қарап, қыздың жүргенін де, оның қандай екендігін де байқауға болады. Қазақтың дана аналары шолпысы сыңғырлаған қыз әдепті, тәрбиелі қыз деп бекер айтпаған. Демек, шолпы мен шашбау тек әшекей емес, қыздың сұлулығы мен тәрбиесін көрсететін белгі екен ғой. Иә, күмістің өзі тазалықтың, адалдықтың белгісі. Менің салмағымның арқасында қыз баланың омыртқасы түзу болып, әрқашан тіке жүрген. Қыздың әрбір жүрісінде сыңғырлап, оған әдепті жүруді еске салып тұрамын. Мен ақжаулық ананың белгісі, ақыл мен парасаттың, ар мен ұяттың киімі деп білген. Мені киген әйелдің жүзі нұрланып, оның құрметі артады. Әже, сонда сіз менің анам сияқты орамал таққансыз ба? Иә қызым, бірақ мен жай орамал емеспін. Мен әр анаға лайық киемін. Әр рудың өз кимешегінің өрнегі болған. Мені киген әйел басын жоғары ұстап, отбасының берекесін сақтайтын болған. Қазақта кимешекті ана тіршіліктің шырағы деген сөз бар. Ал мен ұршықпын. Менің айналғаныма талай ғасыр болды. Мен тек жіп иіру үшін ғана емес, сабырдың, еңбектің, берекенің белгісі болдым. Сонда бұрын дүкеннен мата сатып алмай-ақ
өздерің жасағансыңдар ма? Әрине, бізді айналдырған қолдар тек жіберіп қана қоймай, өмірдің мәнін де ерген. Әжеміздің анасы, оның да анасы бізді ұстаған. Біз дәстүрдің жалғасымыз. Қандай керемет! Мен Сәукеле, қазақ қызының жүрегіндегі нағыз нұрлы символмын. Менің өрнегімде ертедегі әңгімелер, батыр аналардың мейірімі мен тәрбиелік даналығы бейнеленген. Қыз жібек, еңлік, баян сұлу, ақжүніс сынды арулар біздің нағыз асыл үлгілеріміз. Олардың әрқайсысы сұлулықтың, мейірімділіктің, ақыл мен инабаттың шынайы бейнесі болып табылады. Сендер де өмір жолдарыңда әрқашан ұлттық дәстүрді, даналықты және адамгершілікті ұмытпаңыздар. Рахмет анашым, мен енді 8 наурызды қандай мейрам екенін түсіндім. Мен өзім де болашақта туған ұлтымыздың мақтанышы, дана әрі ынтымақты ару болғым келеді. Бүгінгі қазақ қызы ертеңгі ұлы ананың, еліміздің болашағының негізі. Сенің жүрегіндегі от дәстүріміз бен мәдениетімізді жалғастырады. Ендеше әрқашан өзіңнің ұлтыңның мақтанышыңды сақта жаным. Ерлер қауымына айтарым, қыз баласы ұлтымыздың айнасы, аяулы арулары. Оларды әрдайым құрметтеп қадірлейік, қамқор болып қорғай білейік. 8 наурыз тек гүл сыйлайтын күн емес, жүректен шыққан жылы сөз бен шынайы құрметтің мерекесі. Нағыз қазақ жігіті қыз баланың абыройын биік ұстайтын азамат.